Келесі бөлім бізде деректерді енгізу бөлімі. Бұл бөлімде жауапты маман келесі пункттерді жүктеуі қажет: білім сапасы, жетістіктері, тәжірибе тарату, баяндамалар, басылымдар, топтарға, жобаларға қатысу, оқу әдістемелік материалдар, сынып жетекшілік, кураторлық. Мысалы, білім сапасына кіретін болсақ, білім сапасына кірген кезде жоғарыда әр бөлімде осындай нұсқаулық бар. Осы файлды жүктеу арқылы нұсқаулықпен танысуларыңызға болады. Сондай-ақ төменгі жағында осы бөлімге нақты не жүктеуге дегенде туралы түсініктемелер қысқаша жазылған. Мысалы, қосу батырмасын басатын болсақ, мұнда біз ұйымның атауын таңдаймыз, қызметкерді таңдаймыз, лауазым мамандығын таңдаймыз, оқу жылы, білім сапасын қолмен енгіземіз. Төменде көрсетілген материал сілтемесін көрсетіңіз және файлды тіркеңіз пункттері міндетті емес болып табылады. Сондықтан да сақтау батырмасын басып сақтауға болады. Келесі бізде жетістіктер. Бұнда да жоғарыда бізде нұсқаулық бар. Осы файлды жүктеу арқылы нұсқаулықпен танысасыздар. Және де осы бөлімде бізде өзгерістер бар. Сол өзгерістер туралы айтып кететін болсақ, қосу батырмасын басқан кезде біздер байқау көзін таңдаймыз, ұйымның атауын таңдаймыз, оқу жылын көрсетеміз, өткізу деңгейін, білім беру ұйымын таңдауымыз керек. Байқау атауын қолмен жазамыз. Конкурсқа қатысушы санатын көрсетеміз. Содан кейін қатысушыны қосу арқылы қатысушыны қосамыз. Лауазым көрсетеміз. Қатысушының аты-жөнін. Нәтижесін көрсетеміз және сертификаттарын жүктейміз. Содан кейін сақтау батырмасы арқылы сақтаймыз. Келесі бізде тәжірибе тарату. Бұнда да дәл осындай нұсқаулық бар. Қосу батырмасын басамыз. Трансляция атауын жазамыз. Күнін көрсетеміз, деңгейін көрсетеміз, қай аймақтарға жататынын көрсетеміз. Содан кейін педагогты басамыз. Тақырыбын қолмен жазамыз. Бұл жерде ұсыныс беруші органды көрсетеміз. Файлды жүктейміз. Егер де біз файлды жүктейтін болсақ, бұл жерде материалдар сілтемесін көрсетіп келеміз. Сосын сақтаймыз. Келесі бізде баяндамалар. Бұл жерде де нұсқаулық бар. Қосу батырмасын басамыз. Бұл жерде тақырыпты енгіземіз. Сөз сөйлеу күнін көрсетеміз. Деңгейді көрсетеміз. Халықаралық мысалы білім беру ұйымын көрсетеміз. Аты-жөнін көрсетеміз. Файлды жүктейміз. Дәл солай бұнда да файлды жүктеген кезде баяндама сілтемесін көрсету керек емес.
дәл осылай сақтаймыз. Келесі бізде басылымдар. Бұнда да жоғарыда нұсқаулық бар. Және төменде қысқаша не салу керектігі, қалай салу керектігі жазылған. Қосу батырмасы арқылы басылымның атауын таңдаймыз. Жарияланған күнін көрсетеміз. Номерді енгіземіз. Жариялау файлын тіркейміз. Жариялау файлын тіркеген кезде сілтемені көрсетіп керегіміз. Басылым қайда шыққанын көрсетеміз. Егер де бірлескен автор болса, егер жалғыз автор болса, соны көрсетеміз. Білім беру ұйымын таңдаймыз. Автордың аты жөнін көрсетеміз. Содан кейін сақтау батырмасын басып сақтаймыз. Топтарға, жобаларға қатысу. Бұнда да дәл сондай нұсқаулық бар. Қосу батырмасын басамыз. Жұмыс тобының атауын енгіземіз. Өткізу деңгейін көрсетеміз. Күнін көрсетеміз. Топтың түрін. Бұнда да дәл сондай. Файлды тіркеген кезде материалдар сілтемесін көрсетіп келеміз. Содан кейін қатысушыны қосамыз. Қатысушыны қосқаннан кейін сақтау батырмасын басып сақтаймыз. Келесі бізде оқу әдістемелік материалдар. Бұнда да дәл сондай нұсқаулық бар. Қосу батырмасын басып материалдың атауын енгіземіз. Күнін көрсетеміз. Егер де ISBN номері болса, ISBN номері көрсетеміз. Материалдың түрін көрсетеміз. Бұл жерде материалдың сілтемесін немесе файлдың өзін тіркейміз. Хаттамадан үзіндіні таңдаймыз. Білім беру ұйымын таңдаймыз. Қатысушының аты жөнін таңдаймыз. Лауазым көрсетеміз. Және де материал кімнен ұсынылғанын көрсетеміз. Осыдан кейін сақтау батырмасын басып сақтаймыз. Келесі бізде сынып жетекшілік және кураторлық. Бұл жерде де нұсқаулық бар. Қосу батырмасын басамыз. Оқу жылын таңдаймыз. Ұйымды таңдаймыз. Бұйрықты жүктейміз. Бұйрықты жүктеген кезде сілтемені көрсетіп береміз. Бұнда да педагогты таңдаймыз. Содан кейін сақтаймыз.